CSS-тің екі параметр бар. Өте көп қолданатын екі параметр бар. Соларды түсініп алайық. Мен, например, былай жазайын қазір. P-ден бір сөз жазайын. Мысалы, орайым 20 дейсақ па, жететін шығар, 30 дейік па, 30 дейік, бір сөз жазайық. И бір стиль берейік, Пока сөз жаздық, просто көрейік не болды, не өзгеріс болды. Ештеңке жоқ, пока. Бордер берейік. Бордер дейік. Сау бол. 2 пиксель, или 1 пиксель жетеді. Solid black дейік. Дұрыс па? Не былай тұр? Енді қараңдар. Бірінші параметр бар, оның аты padding. Padding деген параметр бар. Padding, мысалы, топтан бастайық. Бүйтіп көтерейін, Міне, P деген элементке, параграфқа не үшін олай болып жатыр? Тағы істеп көрейін ба? Мен давай екеуін түсіндіріп берейін бірінші, потом айырмашылығын айтайын. Қазір айырмашылығын айтып, потом түсіндірсем. Padding топтан бастайық. Padding топ деген үсті. Bottom деген асты, қазір көрсетем бәрін. Left, мына жақ left, сол жақ, оң жақ right, асты bottom, үсті топ. Padding топ дейміз да, и не береміз, бір какой-то расстояние береміз, қашықтық. Мысалы, 20 пиксель дейік. Ол не деген сөз? Мына визуально қарай салыңдар. Нәрсе өзгерді ме? Өзгерді, Не деген сөз? Ол, бүйтіп түсіндіре салайын. Не болып кетті? Обрезать ете салайық. Былай, В общем, мына шекара бердік қой элементке. Мынау P деген элементтің шекарасы. Дұрыс па? Сонда мына жер уже P емес, мына жер P емес, мына жер P емес, мына жақ. P дегеннің шекарасы көріп тұрсыңдар қап-қара. Padding деген сол шекарадан бастап, мына контентке дейін, контент деген сол элементтің ішіндегі какой-то жазу болуы мүмкін, сурет болуы мүмкін. P деген элементтің ішіндегі заты. Ол сөз болсын, сурет болсын, сілтеме болсын, әйтеуір бір контент. Сонсыз ма? Мына зат қой. Міне бізде P элементі бар, оның ішіндегі контент получается просто текст болып тұр. Аның орнына img деп сурет салып қойсақ та болады, но қазір пока болып тұрған текст. Дұрыс па? Сонда элементтің шекарасынан бастап контентына дейінгі қашықтық 20 пиксель. Түсінесіңдер ме? Шекарасына дейін, контентына дейін. Контент дегені ішіндегі бір нәрсе, ішінде жатқан бір нәрсе. Сөз, сурет бір нәрсе. Түсінесіңдер ме? Ол бірақ біз тек қана топ бердік, үстін ғана бердік. Былай беруге болады, Тағы да padding bottom деп беруге болады. Bottom деген асты. Каждый былай көрсетейінші, сендер қызық болсын. Былай, түсіріп тастайық. Осылай удобно ғой, Бүйтіп қараған. Бүйтіп. Padding bottom тоже 20 пиксель берейік. Үстін 20, астын 20 дедік. Дұрыс па? Кішігірім 20 по идее, просто сендерге басқалай көрініп тұр. Үсті 20, асты 20. Астын сол жағын, оң жағын беру үшін тоже. Мына жерге left дейсіңдер, о жаққа көбірек берейік, right пен left'қа көбірек берейік. Давайте мына жерге 50 пиксель берейік. Солға, оңға 50 пиксель берейік. Мынаны обновить етіп беремін ғой. Мен былай, дұрыс па? 20-20, екі шеті 50-50 болып тұр. Түсінікті ғой, Точно ма? Точно. Мына жағы 20, мына жерден бастап 20, ең соңынан бастап шекараға дейін. Мына жер былай 50, и мына жері былай 50 болып тұр. Мына контент. Сонда, по идее, контент мына жер контент болып тұр. Контент деген ішіндегі бір... Былай емес, значит, былай. Мына жерден басталады. Түсінесің ме? Қалай деп түсіз жатыр. Осы контент. Сонда, любой элементтің шекарасы болады. Сонда бір расстояние болады, padding деген расстояние болады, шекара болады, padding деген расстояние болады, потом контенті кетеді. Любой элементті солай. Слой дейді ғой, сондай слой болады. Түсінесіңдер ме? Любой элемент, шекарасын алсаң, шекарасы элементтің
шекарасының еще қалыңдығы бар, иә. Шекарасын қалың қылсаң, ол қалың болып кетеді. Ол бірақ басқа әңгіме. Шекарасы бар, какой-то бір мынандай расстояниялар бар, паддинг деген расстояние бар. 4 жақтан бересің ба, 1 жақтан бересің, өзің білесің. Бір какой-то расстояние болады, мынау болады. Мынау ішіндегі контент, мынау жазу бір нәрсе мүмкін, сурет нәрсе мүмкін. Мынау паддинг деп саналады, мынау шекара болып саналады. Мынау уже ол элементке жатпайтын не, иә, жер. Мына жер уже элементке жатпайды. Элементтің шекарасымен өзі бітіп қалады. Ары қарай ол элемент не етпейді ғой. Басқа элементтер тұрады деген. Түсінесің ма? Паддинг түсінікті ма? Бірақ бүйтіп 4 рет жазбай жатып, былай 4 рет жазған орнына қатыра салайын иә сендерге. Былай тұра берсін. 4 рет мына 4-еуін жазған орнына 1-еуін жазуға болады. Қалай жазуға болады? Просто паддинг дейсіңдер де бүйтесіңдер. Сразу 4 мән беруге болады. Бірінші үсті не бар ғой ана? Сағат бар ғой, сағаттың несімен жүрсің. По часовой стрелке дейді ғой. Бірінші үстінің паддинг көрсетесің. Потом оң жақты, астын сол жағын көрсетесің. 4 мән берсең, бірінші мынау, мынаны мән бересің паддинг. Екінші мынаныкін, үшінші мынаныкін, төртінші мынаныкін бересің. Сонда бүйтесіңдер мысалы. Үсті 20 пиксель болсын, оң жағы 50 пиксель болсын, асты 20, там, тоже 50 бола берсін, 50 пиксель болсын, сол жағы 100 пиксель болсын, көрейік. Осылай 4 мән беруге болады, просто паддинг дей салыпшы. Сонда қанша? 20, 50, 50, 100 болу керек, көрейік. Міне үсті 20 как кішкентай. Оң жағы 50, асты да 50, сол жағы 100 болып тұр да, примерно. Сонсың? Немесе 3 мән беруге болады. 3 мән берсеңдер мынандай тема. Бірінші мәні үсті, екінші мәні сол жағы мен оң жағы, екінші сан солға оңға беріледі, и үшінші мәні астыға беріледі. Сонда соң мен ол 50, сол жағы мен оң жағы 50, үсті асты 20, көрдіңдер ме? 50, үсті асты 20, мына жер 20, мына жер 20. 2 мән берсеңдер болады. Бәрін көрсетіп отырмын да, 2 мән берсеңдер. Бірінші мәні үсті мен асты, екінші мәні сол жағы мен оң жағы. Sorry. Ну, түк өзгерген жоқ мен. По сути, сол істедім. Или 1 мән берсеңдер болады. 4 жағына. 4 жағына 1 мән берсеңдер. 20 пиксель. Онда бәрі 20 болып қалады. 4 жағы 20 болады. Түсінікті ме? Паддинг деген элементтің шекарасынан до своего контента дейді ғой, өзі контентіне дейін, ішіндегі бір затына дейін, жазу болсын, не болсын, соңына дейін қашықтық, ара қашықтық. Түсінікті ме? Түсінікті ғой? Сұрақ бар ма? Все, мынаны түсіндік. Енді маржин деген нәрсе бар. Видео қанша болып отыр, видео? Нормально. Маржин деген нәрсе бар. Маржин деген чуть басқалай нәрсе. Паддинг деген элементтің ішіндегі қашықтық қой, өзінің ішіндегі шекарамен жаңағы контентқа дейін қашықтық. Маржин деген екі элементтің арасындағы қашықтық. Маржин деген уже сыртқы тема. Сонда мынандай нәрсе маржин деген. Осы жерде бір көрсетейін, бір жаттап алыңдар. Мысалы, бір элемент болады ғой. И қасында тағы бір элемент болсын. Дұрыс па? Мынау бір элемент, мынау басқа элемент. Мынау бір P дейік, мынау басқа P, окей? Екі P болсын. Каждый P-ның ішінде жаңағы не бар, паддингдар бар, мынау паддинг, дұрыс па? Ішінде паддингі бар. Мынаның ішінде өзі паддингі болады. И так далее. Ол паддинг, ішіндегі қашықтық. Мынау екеуінің арасындағы қашықтық, ол маржин. Маржин деген екі элементтің арасындағы қашықтық. Мынаның астында да бір элемент болуы мүмкін, онда мынау да маржин деп саналады. Маржин тоже 4 жақтан болады. Үсті асты, сол жағы оң жағы. Если сен мына элементті чуть алсатқың келсе, итергің келсе былай, итергің келсе. Онда сен маған margin right бересің, оң жағынан margin бересің. Итер депші. Сонда оң жағындағы элементті итеріп тастайды, мына жаққа итеріп тастайды. Либо мынаған margin left деп сол жағынан итерлесін. Екі адам тұрады ғой, екі адам. Біреу или біреу былай итереді, сол жаққа, или біреу оң жаққа итереді бір-бір. Түсінесің бе? Бірін итерсеңдер екі жаққа, екеуі қолдарың бүйтіп қатты итеріп кетесің. Видеоға көрінбей тұр да, мен камера қою керек. Так, түсіндіңдер ма? Енді кодта көрсетемін маржинді. Паддинг деген элементтің ішіндегі зат, маржин деген сыртқы зат, сыртындағы.
Давайте жазып көрейік. Мысалы, екі элемент жазайық. Бірақ п деп жазбаймын, давайте батынмен көрсетейік. Неге батын, потом екінші сабақ түсінесіңдер. Батын бір не берейік? Батырма бір деп. Батынмен көрсетіп жатырмын. И екі батын қойғай, батын. Қош. Батырма екі, не берейік? Стиль беріп қояйық, кішігірім. Не берейік? Width height берейік. Width 100 пиксельге 100 пиксель дейік. Ой, width 100 пиксель. Height 100 пиксель берсек. Height давайте 50 пиксель болсын, нормально. Так, мына стильді мынағанда қойсақ. Сәлем, сәлем. Міне, өздерің қашықтық бермесеңдер, міне араларында қашықтық бермей көрінер, кішкентай қашықтық тұр ғой мынау. Өздерің бермесеңдер, кішігірім браузер беріп қойды. Өйткені кішігірім өзі де дизайн бергісі келеді да, браузер, даже біз бермесек, стиль бермесек те. Дұрыс па? Браузердің өзі по умолчанию стильдер бар. Міне беріп қойған кішігірім. Бірақ біз бүйтеміз. Батырма бірге айтамыз, Давайте батырма бірге айтайық. Не деп айтамыз оған? Margin алыстату үшін ананы. Батырма екіні алыс қою үшін. Margin right дейміз, Өйткені мына батырманың оң жағын итеру керек, оң жағын, мына жақ, бүйтіп итеру керек. Мына жақ оң жағы ғой. Не деймін? Margin. Бүйтесіңдер мына жерге. Margin right. Скажем, 100 пиксель дейік. 100 пиксель итеріп тастайсың келесі элемент. От себя 100 пиксель итеріп тастайсың. Дұрыс па? Міне. Или, мынаған жазасын. Мынаған жазасын, не дейсің? Margin left дейсің. Екеуі разница жоқ сонда. Екеуінде 100 пиксель қастайсың, иногда былай істейді кейбір элементтер. Лeft кеттік. Біреу right, біреу left, екеуі бір-бірін итеріп тұр. Екеуі бір-бірін итерсе, 100-200 пиксель болып кетеді. Бірақ кейбір кезде суммируется. Оны стильға қатты кіргенде кейбір кездерде болады, кейбір элементтер 50 мен 50 деп ителгеннің 250 қосылып 150 болып қалады. А иногда бүйтіп 200 болып қалады. Ой, 50-100 болып қалады. Қосылады иногда қосылмайды. Пока қосылмайды екен. Кнопкаларда қосылмайды екен. Оны потом көріп жатармыз. И маржинда тоже 4 варианты бар жаңағы секілді. 4 мән бүйтіп margin right left деп жазбасаң, бүйтейік мысалы. Мынаны берейік, и тағы бір кнопка салсақ, Бүйтейік, бір дейік, народ, бір дейік та, тағы бір кнопка салсақ, жарай ма? Батырма 3 дейік. Көрейік. Бұлай тұрады ғой бұлай батырма, Енді білсеңдер болады. Мынаған ең бірінші кнопкаға айтамыз. Тура солай, народ, margin жаңағы топ бар, үсті. Margin bottom бар, асты, margin left, right, бәрі бар. Тура paddingге ұқсайды да жазған. И жаңағы padding секілді тупо margin деп жазуға болады. Margin деп жазып 100 пиксель берсең не болады? Төрт жағынан 100 пиксельға, үстінен де 100 пиксельға атталып болса көріндір ма? Не, чтобы сендер поняли, мына жерге салайын. Аста түсемі? Міне. Сонда үстінен де 100 пиксельға қашық болып кетті, Сол жағынан да, оң жағынан да, именно астыңғы батырмаға да 100 пиксель. Төрт жағы. Олайсың ба? Жаңағыдай тура. 2 мән берсең, 100 пиксель, 50 пиксель десең, 100 пиксель деген үсті асты, 50 пиксель деген сол жағы оң жағы. Чуть жақындады. Сол жағы азайды, оң жағы азайды. И сөйтіп 3 мән берсең, тоже 70 пиксель десең. 50 деген только сол жағы оң жағы, мана 70 деген асты чуть азайды қараңдар. Асты чуть азайды, көтерілді чуть. Кнопка. Тура сол. И 4 мән берсең, почасовой жаңа. Үсті, оң жағы, асты, сол жағы. Түсінді ба? Но мына жерде мынандай тема бар. Мынаны қойып қойайын. Padding мен marginның разницасын ұқтың ба? Ұқтың ба разницасын padding бар? Шытасаң бәрі болады, терпейін. Мынандай нәрсе істейік. P параграф. Соны жаңа басында түсіндіріп берсем түк ұқпайсыңдар ғой, например. Бірінші түсіну керек, padding не, ол margin не. P дейік. Мынандай нәрсе бар, народ. Давайте уже 15 минут өтіп кетті, тезірек не дейік.
маған стиль берейік. Border 2 пиксель, solid деген түсіндіріп тастадыңыз иә? И black дейді. Осылай күлмеңдерші екінші курста жүргенде, иә? Black дейді. Мынау қалай етіп қойған? Стиль равно border. Бәсе, балық болып кетті, айтпайсың ма? Тексергенім ғой деп, внимательность деп, өзі түбі етіп отырмын. Короче, міне шекарасы ғой. Мынандай нәрсе бар. Мына жер етеміз, мына жер мынандай нәрсе бар. Бірінші видз берейік. Енін берейік, қанша? Мысалы 70%. Дұрыс па? Көрейік. 70% болды, дұрыс па? 70% болды. Енді бүйтеміз. Маржин дейін. 2 мән берсем не болады? 2 мән берсем, мысалы там 20 пиксель, 50 пиксель десем қалай болушы еді 2 мән бергенде? Үсті асты 20, мына жері 50, иә? Давайте 20 пиксель дегенді мен 0 қасылайын. Даже пиксельде жазып кер жоқ, 0 жазғанда просто 0 десеңдер ғой. Үсті астын итермеймін, только шет жақтарын итеремін. Дұрыс па? 50 пиксель. Бүйтем. Ортаға тұрды ма? Тұрған жоқ. Өйткені сол жағынан 50 пиксель итерілді, сол жағынан. Оң жағынан итерілді, бірақ оң жағында еще орын көп та. Қалай ортаға қойға болады деген әңгіме ғой енді. Санап отырмайсыңдар ғой пиксельдерді. Қанша итерілсе, бір ровно ортасында тұрып қалады деп. Түсіндірген жоқ, мына нәрсе бар. Мынаның орнына сол жақ пен оң жақтың итерілетін 50-дің орнына, left right-ның орнына auto дейсіңдер. Auto дегені насколько итерілесің, соншама итеріл деген сөз. Мен оны қайда жазып қойдым? Autoны left right-қа жазып қойдым ғой. Дұрыс па? Екеуін. Екі жақтан насколько возможно итерілсең, ортасына тұрасың деген сөз ғой енді былай. Типа максимально сол жақтан да оң жақтан да бірдей итеріл, максимально. Енді көреміз, ортаға тұрады. Если мен бүйтіп жазып қойсам, мысалы, 0-ді алып тастайын да, мысалы бүйтейін. Margin left auto десем не болады? Сол жағынан максимально насколько возможно итеріл деген сөз. Қайда кетіп қалады? Сол жағынан итерілсе максимально? Түсінесіңдер ме? Auto деген сколько сможешь итеріл. Бір жағынан итерілсең, до конца итеріліп кетеді. Екі жақтан итерілсең, ортасын тұрып қалады. Бірақ ол тек горизонтально жұмыс істейді. Сверху вниз итерілу деген ол басқа тема. Ол әлі өтпейміз, ладно, потом дейміз. Түсінді ме? Ол тура сондай тема болу керек. Үстінен астына итерілмейді. Я былай істесе болады. Сендер просто түсінсін деп. Үстінен астынан итеріле алмайды ол. Үстінен астынан auto деген тема істемейді асты үстіне. Только шеттерге істейді. Былай десеңдер болады, бірақ неден көресіңдер ғой? Интернеттен не көріп отқанда обычно осылай көресіңдер. Margin 0, auto деп істейді. Типа анық болсын. Разница жоқ сонда. Нәжде сұрақ. Текст алайын деген жан айттым ғой сендерге. Текст алайын деген нәрсе не? Айттым ғой, нәжге сей салайық. Айттым ба текст алайын да? Ортаға қоятын де. Нәжге сей салайық, текст алайын. Просто қос салайын деген осы стильдерді. Былай, сұрақ мына жерде. Сұрай беріңдер, елмандар. Видеоға как раз сұрақтар керек, может. Біреудің қояйын деп отқан сұрағын қойып қаласыңдар, может. Видеоны тек сендер емес, басқалар да көреді екен. Соны сұрайды менен. Комментарий сұрайды, ана ютубта нелер бар ғой үстінде шапкында. Телеграм бар, нелер бар, сол жаққа жазады, инстаграмға жазады. Сұрақ? В общем, түсінікті, онда өшіре салайын.